Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз сіздерменен жаңа тақырыпта сабақ өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы саяхат, оның түрлері. Осы сабақ тақырыбына сәйкес орындалатын оқу мақсаттары. Ауызекі стилдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру, жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап хат жазу. Аталған оқу мақсаттарын орындау үшін мынадай мәтіндерді ұсынамын. Әуелі екі мәтінмен жақсылап танысыңыздар. Мәтіндермен танысып болсақ, бірінші тапсырманы орындаймыз. Ол үшін берілген кестені толтырамыз. Кестені толтыру барысында бірінші, екінші мәтінді мазмұны, тақырыбы және тілдік ерекшелігі бойынша салыстырып кестеге жазып шығамыз. Тапсырманы орындауға ұсынылатын дескрипторлар төмендегідей. Яғни мәтіндердің мазмұнын салыстырады, мәтіндердің тақырыбын анықтайды, мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін салыстырады. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін екінші тапсырманы орындаймыз. Ол үшін құрылым мен ресімделуін сақтап, саяхатқа шығудың немесе отбасылық демалыстың пайдасы туралы досыңа хат жаз. Осы хатты жазу барысында мына дескрипторға сүйенеміз. Жанрлық ерекшелігіне сай хаттың ресімделуін сақтайды, хаттың құрылымын сақтайды, жалпы хат жазады. Бүгінгі сабағымызды қорыту үшін мына тапсырманы орындаймыз. Берілген мәтінді ауызекі сөйлеу стиліне сәйкес аяқта. Үйге тапсырма: интернет көмегімен Қазақстандағы демалыс орындары туралы мағлұмат жинақта. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.